Assalamualaikum, hürmetli görermenler. Bugün biz Soltүстүк Қазақстан облысы Ғабит Мүсірепов ауданы Шөптікөл ауылындамыз. Ағаларымызбен осы ауылдың осы төңіректің тарихын жазуға келіп қалдық. Аға, енді өздеріңізді бір таныстырып өтсеңіздер. Biz енді осы тұрғылықты жердікіміз ғой. Бұрынғы ата-бабаларымыздың тұрған жері. Біз енді қазір соны жалғастырып, ұрпақтар осында тұрып жатырмыз деген сияқты. Есімім Ұзақбай, әкемнің аты Нұртас, фамилиям Шегебаев деген. Әкем көп жыл бастық болды колхозда. Колхоз болып сол пенсияға шығып дүниеден өтті. Сол ұрпақтарымыз жүріп жатырмыз, районда тұрады, Астанада тұрады. Балалар, өзім 40 жыл шопыр болдым. Рахмет аға. Аға, сіз? Benim есімім Жаябай деген азаматпын. Мен де осы елдің тұрғынымын. Бұл елде мен 36 жыл тұрып отырмын. Оның алдында балалық шағымыз мынау Талсайда өтті. Одан қойдық ар жағында Жаркөл деген ауыл бар. Сонда тұрып мұғалім болып істеп, сосын бар осында мектеп директоры болып көшіп келдім. Содан осында тұрып отырмын. Ауыл шаруашылығымен айналсам, осы елде тұрып жатырмын. Жақсы аға. Мен есімім Ерарыстан Ескенұлымын. Туып өскен жерім осы Төңірек, Талсай ауылы міне көрініп тұрған. Сондан туып 47 жыл тұрыппын. 20 жыл міне Чистополь ауылында тұрып жатырмын. Жақсы, рахмет. Зейнеткермін. Менің есімім Ибрагим Елденұлы. Осы ауданның құрметті азаматымын. Қазір демалыстамын. Мамандығым 40 жылдан артық теміржол саласында істеген азаматпыз. Еліңіз аға? Менің елім енді осы ауданның Мәдениет деген ауылы бар. Аталарымыз еді Қарауыл, Орақтан тараймыз. Сол сізді енді бүгін ел көрейік, жер көрейік деп мінекей. Рахмет. Аға, енді мынау Шөптікөл ауылының тарихы туралы айтып берсеңіздер, қай жылы құрылды, қыстау болды ма, әлде колхоздастыру кезінде құрылды ма, осы туралы? Жылы құрылды, Целина кезінде, күн көтерілген кезінде осы ауыл құрылды. Осы күнге дейін анау сол кезде салынған үйлер тұр. 54-ші жылы салынғанда 20 жылға. Сосын бұдан анау ар жағында Шөптікөл деген ауыл бар. Ескі ауыл. Бір кездерде ол совхоз болғандай, сондай бол бір 50-ші жылға дейін, 40-ші жылдарға дейін ол ауыл МПС болды. Менің білуімше. Сосын бар бертін келе, оны Шөптікөл ауылы қылды. Мынау Ждановский совхоз болды. Сосын бар мынау Совет үкіметі құрғаннан кейін бұл жерге сол Шөптікөл ауылын берді атау. Сондай атау берді. Сосын бар бұл жерде енді үлкен ауыл, ана жерде мінекей ХПП тұр, ол бөлек бір ауыл болып тұр. Оның ар жағында 66 жылы құрылған автобаза деген ауыл тұрған жерде. Ол 66 жылы құрылды. Сосын бер жағында сол 54 жылы салынғанда ауыл құрылғанда жерде ХПП-ның да салынған. Ана жақта ескі Шөптікөл тұр. Сосын бар мынау Есіл өзенінің бойында тұрып жатырмыз. Мынау ағып Есіл өзені. Енді анау тарихта бар ғой, Ілияс Есенберлин ағамыз айтқан секілді, ғана кім Асан Қайғы бабамыз атап кеткен Есіл өзені жер ұйығын іздеп жүріп, осы Есілдің өзенінің бойына келгенде, сондай Есіл өзені ұнап, көңілінен шығып, айтқан сөз екен, шіркін қайран Есілім-ау, бүгін көріп алып кетер едім, қанжағама сыймайсың деп. Жаңағы аржанды қалай айтты сен? Жаңа айтқанда Есіл ғой, атын Есіл деп қойдым деп. Есіл деп қойдым. Есір болған. Бұл Есілді Есіл деп атады. Ар жағында доңыздың мүйізі көрінеді. Түбі қауіпті болады халыққа деп. Көрші айтып жатыр ғой. Сол айтқаны келді. Өзінің ар жағын жақтар. Соған айтты. Бірақ сонда да тарих айналып келіп, қазір қарасаң Астанамызды сол
жер үйгі Есіл өзенінің бойына келіп салды ғой ана кезде Нұраған. Соның бәрі ана кезде пророчество соның бәрі келіп тұр ғой өз орнына келіп тұр. Оны Ілияс Есенберлин ағамыз ол да біліп неткендей бәрін жазған кітапқа осының бәрі тарих жалғасып жатыр әрі қарай. Мынау ауылда ауыл неше атадан құралған осы ауыл? Аталарды айтасың ба? Иә. Бірсыпыр аталар бар ғой, ең көбі сол біз қалың Ақан еліміз. Мына кісілер Ақанның балалары Қанайдан тарайды. Мен Ақанның баласы Жанатайдан тараймыз. Ар жағымыз Ноғайдан Алтау тараймыз. Міне Ноғай жағынан мінекей Ибрагиммен де бауырлас болып отырмыз бәріміз. Сол арғын қарауылмыз. Аталар көп мұнда тұратын әртүрлі сырттан келген жігіттер бар, но ең көбі осы жерде Ақан балалары. Жаңағы Чистополь деген ауылды өттіңдер ғой, Чистополь ауылын өткенде, ана мосын өтіп бараққанда Ақан өзенін өттіңдер. Ақан өзені сол біздің атамыздың атауымен аталып кеткен Ақан өзені. Негізі мынау Чистополь енді Столыпинский реформа кезінде қалыптасқан ауыл ғой, сол. Иә. Оған дейін ол қалай аталды екен? Оған дейін білмеймін. Бұл жерде Чистополь емес. Төңірек болды. Мына Ақан борлықтың ажағы бежамда Есілге дейін жер Кентүбек деп аталған. Кентүбек деп. Кеңтүбек, иә? Кеңтүбек. Кентүбек деп аталды. Мынау осы төңіректе тағы қандай жаңағы атаулар бар дедіңіз ғой, ауылдар бар. Әжептәуір ауылдар бар ғой, жаңа айтып отырмын. Мына жерде мына мысалға Шөптікөл болса, анау ХПП ар жағында автобаза. Оның ар жағында Қыздар сайы деген сай бар. Соның тарихын айттың ба? Қыздар сайы. Айтып өтсеңіздер осы тағы толықтырып. Айтшы. Ол не тұрған енді мына Шөптікөлден бастайық. Шөптікөл енді бұл бізді тумай тұрып құрылған не ғой, совхоз. Ар жағынан Шөптікөл деген көл бар, көл. Көл бар, Шөптікөл деген. Соның атауынан ана Шөптікөлде МТС болды. Содан Церен ауылында совхоз болды. Біздің Талсай, солар Қоңырсу деген ауыл бар. Солар қарады. Содан 54-ші жылы Ждан совхоз болды да, Шөптікөл бөлімшесі болды. Бізді Талсайды Жаркөл совхозын құрды да, соған қосты. Ал Талсай біздің ауыл 47-ші жылы отделение болды. 47 дейді вообще. Сонда 5 үй. Ішінде әкем, әжелерім сол бірнеше енді ауылда тұрып жатыр қазір. Фермер солар. Сондай 5-6 үйден қырылған. Содан Жаркөлге қарады. Ал Жаркөл деген жер, айттым ғой, Дружба целинный. Сол жақта көлі бар Жаркөл деген. Мынаған Жаркөл деп қалды. Жаркөлский ХПП бар ғой ар жағында. Ана Қыздар сайы деп айттық. Енді терең сай бұл қара сулар көп болған, қара сулар. Сонда Қыздар суға кетіп, солардың атымен атап қалған. Қыздар сай. Сосын қасында зираттар бар, таспен. Оны аталарымыз білмейтінді. Кімдікі, қайда өрден келеткен. Оны ешкім білмейді. Тастың сонда пішіні қандай? Тас үйген тастар. Қатар. Оны енді аталарымыз өзі білмейтінді. Олардың алдында болған. Сонда Қыздар сайы. Сол Қыздар сайынан әрі қарай, тағы сол ана сай, Талсайдың қасындағы сай, Талсай ғой сол. Ана Талсай деген жер бар, мынау. Мынау ғой. Кішен Талсай. Оны үлкен Талсай. Оны үлкен Талсай атанып кетті. Жай Талсай деген жер бар өзі мына. Жаңа айттым ғой мына ажағында Талсай деген жер. Сол жер. Аманда сол Талсайда тұрған елек сосын бағасын Талсай батып кетті. Сол үлкен Талсай дейді, онда сол 80-90 үй болған. Бәріміз сондан шықты. 4 класс мектеп болды Талсайда ана кезде. Сол Талсайдың ар жағында қазір сол Талсай сол кездегі қазақ орыс аралас болдық. Қалың аралас болдық қазақ орыс. Қайда сондай шырайлы жер еді. Сосын одан оның ар жағында Қорған сайын деген сай бар. Қорған сайы. Тағы да айтып бер. Қорған сайы, Қорғанбек деген кісі. Өзінің ағайындарымен сол сайдың бойында тұрған. Талсайдың ар жағында, зираттың ар жағында. Сол Қорған сайы атанып кетті. Одан өткенде ары қарай тағы бір сайы бар. Тауық сайы дейді. Тауықкөл дейді. Тауық деген кісі тұрған ауыл болып. Аты Тауық болған. Сосын жаңа айттым оны, Сүйіктілік деген жер.
оны түсінбей сиыр төк деп айтады, сиыр былай. Мәселен, былай сай келеді, сай есіл бұрылады, сол кезден бүйтіп тұр. Сиыр төк деп аталған. Ол Сәрсенбай сайы дейді. Ал үстінде былай қазір бәрі кубка дейді, дүйсек қорасы. Дүйсек қорасы, дүйсек төгін кісі. Солар қоныстанған. Оның үстінде жалғыз су дейді. Оның үстінде 5 құдық дейді. 5 құдық. Арғарай қарашылық. Сосын былай келгенде 3 қара су. Суыр көлі. Сонда көлден Бұқарбай көлі, Бұқарбай сайы. Олардың Маязал. аралап өтсе ғой. Маязал деп. Айтып. Маязал деп. Маязал енді созылған. Созылған енді ол үшін біз енді мынау Талсайды асып жаңағы суыр өткеннен кейін ар жағында Жаркөл тұр. Сол Жаркөлден ары қарай сол Маязалға қарай кетесің. Қанша шақырым сонда? Әжептәуір. Бар. Әжептәуір. Жолдар нашарлау. Жол нашар, ешкім жүрмейді. Мен айтқандай контурный картаға салып отырсақ. Сосын жаңаға не айтайын деген айттым ғой, қараба қазып алған не. Ол дәл орта дейтін құйғанмен біздің Талсайдың. Құйған енді Ақанның өркін Шағатай ұрпақтары. Сол жақтағы. Соны айтатын да. Мынау Талсай мен құйған ортасы деп. Сол құйғанның бір жағында Симоновка мен құйғанның ортасында Ақан өзенінің бойында әжеміздің Заготскот болды ғой. Заготскот болды. Бар өз жерге дейін мына кісінің Атасы мекендеді. Мақат Қажы деген адам болған. Мақат қорасы дейді. Сол Мақат қорасы болды сол жерде. Олар мыңдаған малдарын сол жерде ұстап, ана заманда байлар болған адамдар. Құйған мен Симоновканың ортасында Заготскот деген жер болды. Сол жердерде сол жаңағы Максың аталары Мақат Қажының несі қонысы болған сол жерде. Енді ол кезде аталарымыздан тұрмыстары нашар болған жоқ, бірақ ішіндегі ең бай бұлбай шыққан осы кісінің аталары, жаңа Мақат дедік. Сосын Құсайын деген кісі болды. Сосын Қыдырбек деген. Сонда мына кісі өз айтатын да, бәрі бай болған, Қыдырбекте көбірек болды деп. Жоқ. Сол кісілер айдалып кеттік конфиске кезінде. Бәрі айдалып кетті. Бітті. Сосын одан кейін анау Жаркөлден былай қарай көше берсек, мынау Есіл өзенінің бойын қуып, жаңағы Маязалды айтты, одан ары қарай анау Брошенка деп отырдық қой өзіне. Сол Брошенка деген ауыл бар. Сол Брошенкадан әрірек Бұқарбай сайы бар. Бұқарбай сайынан сол жерде жаңағы айтып отқан жаңағы Қадырбектің аталары сол жерде тұрды, сосын барып кімнің Балсарының аталары. Біздің аталарымыз бәрі сол жақта. Сол жерде тұрды. Зираттар сонда. Сонда енді не байлықтары серген байлар мықты. Осы күнге дейін ана Қадырбектің тыққан алтындар. Биылда бірсыпыра балалар келіп іздеп кетті. Іздеп жүр. Міне искать көп алтын тығып кеткен. Балалар іздеп, немерелер іздеп таба алмады. Биыл тағы да келіп балалар іздеп таба алмай кетті. Ана енді кең дала ғой, қайда оның бәрін табасың. Сол жаңағы айтып отқан Бұқарбай сайы. Сол мынау жаңа айтып отырмыз ғой, Жаркөлдің ар жағында жаңа Маязал деп отыр, соның ар жағында Брошенка деген ауыл бар. Түнегенге айтқан Брошенка деген ауыл, ол Совет үкіметі кезінде оны тастап бәрі центрға көшіп, Жаркөлге көшті бәрі. Қазақ елі болған тоже. Брошенканың аты қалауы? Брошенка болды солай. Қазақысын біле қоймаймыз. Біздің бала кезімізде Брошенка болды. Сосын одан кейін әрі қарай анау Бұқарбай сайының бойында мынау Ерарстан айтып отқан секілді жаңағы кім Қанайдың ұрпақтары тұрды. Бұлар Ақан ұлы Қанайдан тарайтын азаматтар. Соның ішінде ана Қыдырбек деген бай болды, мықты бай болды сол жерде. Сосын Балсар атамыздың недері мықты бай болды. Сонда көп алтындар көп қазып тастап кетті осы жерде. Соны балалары, немерелері осы күнге дейін іздеп, биыл тоже бірсыпыра балалар келіп іздеп жүр. Таба алмады. Сосын одан қарай өзеннің арғы бетінде Луганка деген ауыл тұр. Луганка тоже орыстар мекендеп қалған ғой. Сол жерде ана Колчактың кезінде тоже бірсыпыра расстрел болып, сол жерлерде сондай тарихты жер ол Луганка, памятник тұр. Сол осындай көп бірсыпыра Ерарстан есінде екен. Әкесінің, әжесінің айтқан сөздері бар, сайлар, қыраттардың бәрін көбі бұл жазып алған өзі магнитофон секілді.
Сол кезде әлі сақтап жүрміз, как музейный ойлап нетеміз. Ана Колчак коммунисттарды атқанда, коммунисттар атқан ғой Луғанда. Ана біздің ауылға қарама қарсы. Ауылдың кісілері көріп тұрыпты. Жардың шетіне келіп атқан, су ағып атқан кезі ғой, терең. Су тасып атқан кез. Сонда біреу ана секіріп кеткен, ажалы жоқ дейді. Қанша атып атты, сөңгіп, шығып, біздің ауыл жаққа өтіп кетіпті. Соның бетін біз оқып жүрген осыны, сол кісі мына Ершов дейді, пришімде тірі болды. Пионерлер бар, бәргілер оны мына нететінді. Ажалы жоқ. Ажалы жоқ. Ажалы жоқ деген. Қанша жауып тұрған жоқ. Көл. Сосын бар, мына жерде Қоңырсу деген ауыл бар. Қоңырсу. Қоңырсудың қазір анау көрініп тұрған Разгульный деген ауыл, ана Прешим совхозы 54-ші жылы құрылған, Целина кезінде, бірақ оның алдында Разгульный деген ауыл болды. Колхоз болды сол жерде. А мынау қазақша атау қалай болды оның? Болған жоқ. Орысша болды. Қазақша бір қасында ауыл болған, Қайрақ деген. Қайрақ ар жағында болған. Қазақша. Ар жағында болды. Ол анау Қоңырсу несінің өзенінің бойында ар жағында. Тек өзен, мынау Есіл өзенінің арғы бетінде тоже. Сол Қайрақ деген ауыл болды сол жерде. Мынау жаңа Қалмақ көл дедіңіз ғой, ол қайдан шыққан? Қалмақтармен? Ол кезде Қалмақтың көшіп қонып жүрген жерлері ғой, мына 17-ші ғасырдың аяғы, Шанды жойық дейді ғой, Қалмақтар ауып бана Еділ бойынан. Сонда бұның патша үкіметі өздеріне көшіп алды ғой, Сибирь арқылы. Батыстан қойды. Қазаққа. Мына жақтан қазақтар, мына жақтан қалмаған жақтан жоңғар, қысқан. Сонда айтады ғана өлеңінде. Алыстан орыс қалмақ, орыс Қытай, ауыр салмақ, жақыннан тыншытпайды қалың қалмақ деп. Алдын көр, артын ор, жан-жағын жау, дақтырған алыс қайда енді бармақ деп. Сонда жан-жақтан қысты бізді. Сонда орыстан олар аяқ кезінде түсініп саясатын. Енді ана бос қалған жоңғажыға өтеміз дегенде біздің жерді басып, не анда не мұнда өтелмейді. Біз жақтан біздің ата-бабаларымыз қырып жойып оларды. Енді ата жау ғой олар, бұрыннан келе жатқан. Содан Абылай айтады, өткіп жейік деп. Абылай, өткіп жейік дейді. Абылайдың саясаты өтіп кетсе олар. Қытаймен екі ортаға барып орналасады ғой, екі ортада. Оған көнбейді, қырып салады солай. Сонда өз жақта Қалмақ көл жақта олар көп болыпты өткенде. Негізі мұндай тағы қандай тарихи оқиғалар болған? Шайқастар болды ма, нелер болды ма осы жақта? Шайқастар онда Кенесары өткен, Кенесары. Үшемен өтіп, Ладно, давайте поедем. Ішіп алған ғой. Здравствуйте. Кенесары өтті, сосын Кенесарының қарындасы Бопай 600 сарбазбен осы Есіл бойында біраз жүріпті. Содан тағы қандай не бар? Кенесарының сарбаздары Ағыбай батыр мен Жанайдар, Қожық Есенейді естіген шығарсыздар. Солардың жылқыларын айдап алып келген Кенесарыға. Сонда бәрі осы Есіл бойымен. Ана нені айттың ба? Гаршын мен Тендіктің ортасында арғы бетіндегі Байгадырды? Байгадырды? Айттым ана. Әңгімесіне Қарамырза атамызды неге? Ол көрінбейді. Осы Қалмақтармен етіп жүргенде аталарымыз қақтықсып қалады. Сонда болмағасын енді бұрынғыдай соғыс жоқ. Сосын айтады, бітімге келейік деп Қалмақтар енді. Баратын жер қалмады бізге деп. Енді баратын жер қалмады, бәріміз бір туғылықты еліміз ғой ғой. Сонда не дейді? Батыр сіз үстірік дейді, қошқарша. Қайын жеңгеніміз сол жерде қалайық деп. Сосын келеді. Сонда Ақанның Қарамырза деген баласы. Ол кісі енді не болған дейді? Мойнымен үйіп бір біткен дейді. Құйып тастаған. Соны шығарады. Соны екеуі жүріп екі адырдан келгенде дейді, Қалмақтың батыры сол жерде табан аузында кетіпті. Тілге келмей жарылып.
Қарамада Есенғали қол айналып жүр дейді. Соқырақ деп бар. Соқырақ батырдың әруағын. Соқырақ батырдың әруағын шақырып жүр ғой. Соған айналып жүр. Соқырақ анау әкесінің ағасы, Ақанның ағасы. Соқырақ батыр ағасы. Соқсаң соқ, соқырақ соқ деп айналып құлағы екі құлақ тастай болып қалған. Тастай болып қалған. Содан қалады. Сосын енді қонысы мына жүріп сілейін дедім ғой. Сол жақта жүргенде нетеді, жылқыға шығады. Бодан басталып кетеді. Жылқыға шығып бір осындай жарға келіп ат тіреледі. Көрмейді ғой. Сосын ат бұрылып неткенде ат тоқтап қалғанда төмен кетеді. Басымен құлайды, талып қалады. Енді есін жинаса жел дейді, жел. Сосын кетпейді қалай. Құлақ шайдай ашылып кеткен. Сосын бұлардың аттың кісінегенін естиді. Сосын өз сенбей шығып атын тауып боран да басылады. Жылқы қосқа келсе жылқышылар күледі дейді. Мына Шаңырау не деп келді бізге деп, боранды адаспай деп. Жақындап келеді де, кім Шаңырау деп қамышын астына алады дейді. Ойбай ағатай кешіріңіз дейді. Ана құлағанның несі? Үйіне келсе әйелді көрдік бір Шаңырау адаспай үйге келмей дегенде қамышын астына алыпты ғой. Ойбай деп сол неткен қамышын астына алып. Осындай әңгімелер біздің Дөңгелектің. Сосын ана бір Азынабай атамыз болды, Ақанның кіші баласы. Бір отырғанда енді білмейміз, ағаларымен жылқыға шығып, енді 10 мың жылқы ғой әкелерінде. Сонда шығады қосқа. Сонда бір тайды сойып, сол кісіге тастап кетеді дейді, Азынабайға. Ағалары жоқ. Дайындап қой. Шетіне жебеді, артынан келсе, ет жоқ дейді. Қолай жеп қойдым. Сөйлеп нетіп бар дейді, соны айтады дейді. Міне басы қалып еді, күлге көміп қойдым деп. Аңды ашуланып кетіп отырады, сонда жағын айып жеп, тілін жеп жатыр дейді. Сондай ол кісі құмығай адам болды. Өзі қара күшкіне болған, бірақ аңқау адам болыпты. Өзін ат көтермей шашайды дейді. Көк өгізі бар дейді, сонымен. Өстен қайынды бұрап білекті жұлып алған дейді. Ол ана былай ғой, нетіп жылқылары бар, әкесінің жылқылары бар, агілерді байқап жатады ғой. Бір күні барымташтар келіп аны барымта жасап күлі жылқыны үйіріп алып кетеді ғой. Сосын бар бұны да ұйықтап атқан жерінен аяқ қолын байлап бұны да ұстап алып кетеді. Сонда айтады екен, шіркін-ай, анау көк өгізін тақым Алексе мен көрсетер едім бұларға деп. Сонда ана нелер барымташтар айтады, ай осы бізге не істейді? Біз қанша жігіттер, мықты жігіттер ғой. Босатшы көрейік бұны деп. Сонда босатқан кезде тақымға ана көк өгізге мініп алып, ана тұрған өсіп тұрған жас қайыңды құлашымен нетіп жұлып алған түбірімен. Масқара күштің иесі болған адам еді. Ананың көрген адамдардың үрейлері шығады. Маған бәрін тастап қашады ана кісілер. Сондай әңгімелер болған дейді. Азындығымен көлденені бірдей болды дейді. Бірақ енді ол кісіден тұқым қалмады деп болады. Тұқым бар. Мынау Сарыадырда анау кімдер Бөкен, Төкен, Жаңбыршы, осылар бәрі Азнабайдың мынау Райқан бар ғой базар. Ол да Азнабай, менің ана Қиза шешем, но ондай көп тараған жоқ. Ол кісі Қарғыс деген. Енді жемпаз адам болған, сонда күзді күні ауыл қонғанда әлгі шешесінің екі көк серкесі бар екен. Малды бастап жүретін. Сонда шешесі біреуін әдей арнапты. 4 күні келсе соған сойып берген. Жылқы жетеді ғой, жағынан арнап. Бұл соған қызығып жүріп, тайшадай дейді. Семіз екен. Ауыл келген кезде түнде қара судың жегенде отырып, сойып, асып, әлгі көк серкені ет жоқ деді, майлы. Жеп, енді жатайын десе, қайтты қара тегі түсіп, жаны қысылады. Майы шығады ма? Содан жаны қысылғасын қара суға бетіп отырып той рахаттанып. Сойып алған таңертең шешесі көріп, судың бетінде қалқып жүрген майы. Сонда баласына тіл тиіп той қалады. Тұқымы өспесін де өлмесін деп. Шамалы тарады. Аңқау кісі болып өзі. Ну, қара күштің иесі болған. Сосын қарамызда енді атамыз соны. Ол кісі енді сол қырағы бәрі сөлгеннен кейін
бір баласымен Думанайда бір ауылға барады, түстенеді, тамақ істейді. Тамақ істеп. Енді бір табақ еді ғой, жеп отырған кезде. Сонда ұялады баласы. Әкетіп барады. Қомақ айланып жеп барады дейді. Сосын әкесі ойлайды, бұндай болмаушы еді деп. Ұялады енді. Анау жеп, шалақтап үйіне ұялыпты. Бәйбішесін оймай, түгел салмадың ба деп үшеуін. Жоқ, бәрін салдым деп. Үндемейді, кім қарамаса, сонда келе жатқанда баласына көрсетті ғой. Балам, мынау кімнің жылқысы деп. Сондай нені қосы жоқ бөбе көкі өзіміздің жылқыны танымайсыз ба деп. Тағы келеді. Мынау кімнің жылқысы? Ойбай пәленше жылқысының қосы. Көкі танымадыңыз ба деп. Сөйтіп біраз келе жатқаннан кейін айтады. Міне осының шамы мал бар ғой. Сен мені жердің бетімен апарып, жердің астымен әкелесің деп. Ұялыпты енді. Сосын қарғапты баласын. Аузын асқа толмасын, астын атқа жармасын деп. Жармасын деп өз баласын өзі. Сөйлеп. Сонан өзін дейді. Ондай жоқ та. Басып тұр ғой анау. Қара салуға. Осындай бір сұрағыңмен айтылды. Сосын бір осы Шөптігіл ауылына келгенде біз қазақ көрмейтінбіз де. Бірден саған үй көші аты. Аты Ванька, Сашка, сондайлар болды. Жоқ. Қазір міне қазақ сөйлеп отырмыз. Қай жылы атау өзгерді Шөптігілдің? 90-шы жылы, наверное. Мына Заман өзгере бастады. міне құлайын деп тұрған кезде. Заман өзгерді, да. Оның өзіне ауданда қарсы болыпты. Сосын айтып, бірінші хатшы бар ғой, Егоров деген. Сапар, мұнда директор болды. Біздің ауылдың жігіті. Сосын болмағасын айттым дейді. Енді кімді артық нетіп сол бірінші хатшыны. Енді соны айтқанына жерге тастаймыз ба деп. Сосын аны өзі қолдап, сөйтіп, сонымен қарсы болды. Оны бір Чистополь дейміз ғой. Қазақ көшелері жоқ. Иә, жаңа байқап жатырмын. Соған 50 лет октября дейді. Қалың орыс қой. Тулап отыр ба? Былай істеді әкім. Міне қай көшені өзгертеміз дейді қазақша. Сол көшенің адамдарына шақырды. Оны неме? Бір-екі қазақ барады. Сосын оны қойып, өзіміз қазақта қарсы болып жатыр көбі. Қазақша қоюға. Сәуетсіз елде өмір сүреміз ғой. Ол кезіндегі басқа саясат болды. Кеңес үкіметінің саясаты болды. Кеңес үкіметі оған біздің елдің саясатын жүргізу керек. Кеңес үкіметінің кезінде біз аспаннан былай түсе қалғандай болдық қой. Болған жоқ бізде, ғой. Совет үкіметіне қарасын біз пайда болғандай сөйтті. Бізге Совет үкіметі бәрін берді, оқытты. Адам қылды. Солай біз оқытты мектепте. Біз мектепте оқығанда қазақтың бір би батыр сұлтан ешкім білмейміз. Осында кино көреміз, ат жағымыз, таяқ ұстап шауып, Александр Невский боламыз, Суворов боламыз, сөйтіп жүрдік қой. Ол саясат сондай болды ғой. Солардың аттарын атып, Қазақтың бәрінің аттарын өшіріп, орыстарды біздікі деп. сөйтіп жүрдік. Мектепте оқып жүргенде эти кочевники, Қыпшақтар, эти половцы, эти напали на нашу Русь, ах ты такие всякие, біз балаларымызға, біздің миымызға құйып тастаған. Что половцы, біз қайда міне аталарымыз ана кезде, олар қайда біздің Русьқа жабылып отыр деп. Қандай саясат болды. Енді жаңа түзеліп келе жатыр бәрі. Монғол татарский игі деп, солай болдық біз. Қандай жаман халықтар деп. Ар жақтағы тарихымызды білдірмей қойды ғой. Енді тәуба шүкір, мынау аттаған қадамдарың оң болып, жұмыстарың нәтижелі болып, қай жерге бассаң да осылай үлкен кіші болсын, білгендерін бәрі айтып, осылай жұмыстарың алға баса беретін болсын. Бір оңдап тұрып, осы қазақтың картасын салатын болса ғой. Бұрынғы атауларымен бәрімен. Жаңағы түнегіні бір карта жібердің, Чистопольдан бастап мынау Арықбалыққа дейін, Матвеевка, Ивановка, Константиновка, міне мысалға бізді, мен келдім, мына жерге қалдырып кетті мені. Бір-екі үй бар осы жерде, Жайбаевка мысалға, или там тағы Ярославовка, солай бәрін атап кетті, Ивановка, Петровка, Сидоровка деп. 99 ауыл болып кетті бұл жерде.
қанша атауларды айттыңыздар ғой міне сайдың, шоқтың, көлдің, төбенің атауларын әрбірінен айтып жатсыздар. Бұл себептен тарихи атаулары бар. Соның біз енді қалпына келтірейік. Мынау ертең үлкен ағаларымыз сіздер өтіп кетсеңіз бұл мүлдем ұмытылып қалады деп. Сол себептен шауып жүрміз осы жұмыстарды қолға алып. Енді картаға байланысты мен ауыл шаруашылық басқармасына бардым. Облыстық. Сол жерде земельный екеу қосып ғой. Олар айтады, бізде полялар ғана бар дейді. Мен айтам, маған поля керек жоқ, маған бұрынғы нелер болсын деп. Сосын табиғи ресурстар басқармасына бардым. Сонда сіздерде мынау лесничествоның нелері болу керек, карталар деп. Олар айтады, біз 2018-ден бастап қана бар, электронный нұсқасы ғана бар. Мынау бар ғой, түнегін анау кім Алмас Темірбай деді ғой, сол кісі алған карта, ол расселение Киргиз-Кайсацкой степи, топографическая карта. Сонда бір сыпыра бар, біздің жаңағы айтып отыр ғой, кімді? Азнабайды. Көлөгіз мінген. Анау не ұрып тұр, мұн жақта спутник мына жерде екен. Қоңырсудың қасында зираты. Енді мына ұрпақтарына бір екеуін айтып едім, аяқ баспады, но где-то Алмас бұл жаққа келсе, оны іздеп тауып алатын сол зиратты. Көрдің бе? Сол жерде атаулар бар. Сол картасында. Алмаспен бір нетіп көрші, сөйлесіп көрші. Ол мен бір не хабарласа алмай қалдым. Атамыз туралы, Жанатай Батыр атамыз туралы кітап жазып жатқан поэма. Бірақ енді сол нығыздап кеткенде оның бәрін отключать етіп тастайды. Соған хабарласа алмай отырмын. Мына жаңа айттық қой, мана айттық қой, өзен томар деп. Төрттеп қойды. Өзен томар деген өзі ат айтты ғой, өзен. Соң болған. Енді қазір көп кішірек болды. Міне осылай әкіп тақып жырта береді. Жыртып балайын. Бәрін жыртып сосын шақпақты ма жағынан шыққанда оң жағында шақтың былай қалып жатты. Көп томар болды. Суық томар, қара томар деп, сары томар, сосын шошқалы деген қабан көп болыпты. Қазірдің өзінде бар. Evet, çok көп шошқалы деп қойған. Борсықты дейді, борсықты. Сондай. Сосын суыр көл дейді, аптаған бәрі. Сосын бәгілер бәрі міне жата бер. Күн жылда. Манайын. Мынау трассадан былай қарай уже егін. Соның бәрі аңдар бәрі кетті. Басқа жер жетпейтін соларда көл кішкентай нелерді. Жаңа Любимовкаға қарай Қозымаңырақ деген жер бар. Қозымаңырақ деген жер бар. Ол жерде де болған аталарымыз. Сол. Жақсы, онда осымен сұхбатымызды аяқтайық. Сіздерге мыңда бір алғыс, уақыттарыңызды бөліп, сұхбат бергеніңізге ертең мұнда бір жазылған тарих. Қарада Қазыбектей бақытты бол, Ақсүйек Ахметтей тоқтылы бол, Жаппаста жараспайдай киелі бол, Қыпшақта Кенебайдай биелі бол. Керейде Жәнібектей ақшалы бол, Бұғының мүйізіндей шақшалы бол, Нәсілдің Құрайыштың қибыласындай, Қожақмет Яссауидай киелі бол. Серғал арыстандай балалы бол, бір түнде 500 намаз ада қылған, Шапатылы Фатимадай аналы бол. Шақшақта Қазыбектей аталы бол, ұлы жүз Сәуенедей баталы бол. Абылайдан кем болмасын, жұмсаған Алатауға сансыз мұңғол. Тәупіқті 4 қиблаң түгел болсын, әмейін деп қолыңызы жай айтарым сол. Болғанда тағам сізден, ықылас бізден, енді қандай тілейсіз бата бізден. Әумин.